қайтыс болған кісінің артынан тек жақсы сөз айту керек та. Қарыз бар ма десе де оның қарызы біреу алғанда абзал да, жаңағыдай қарызсыз жіберу керек та. Өйткені бұл дүние мен ақыреттің қабір әлеміне өткен уақытта. Қабір әлемі деген не ол? Қабір әлемі деген сөз адам ананың құрсағында жатып бұл өмірге туылады ғой, сол сияқты бұл өмірдің құрсағынан екінші үлкен әлемге қарай өтеді да. Былай қарағанда нәпсің өледі, бірақ өзің тірі өтесің да, ары қарай тірі боласың да. Сол уақытта Алла тағала бұл дүниеге, бұл дүниенің заңдылығына қатты мән берген да. Әсіресе Алла тағала сол бұл дүниенің заңдылығының ішіндегі мұсылмандардың сөздеріне, адамдардың сөздеріне Алла тағала қатты мән бергізіп қойған заңдылық сондай да. Сондықтан не жақта сен бір жай қарапайым адам болуы мүмкін, бірақ сен сол қайтыс болған адам туралы айтқан сөзің мұсылман болғаның үшін, аузында кәлимаң болғаның үшін, сол жақтағы періштелер үшін ол дәлел құжат болады да. Кәдімгідей періштелер сол жерде жазады да. Сондықтан пайғамбарымда сөз бар ғой, жаңағы ол қайтыс болған артынан қатты жыламаңдар, жаңағыдай айқайлап. Өйткені айқайлап жылайтын болса, ақыретте сол қабір азабында азап көреді дегенде хадис бар да. Ол неге деген уақытта әрине қайтыс болғанда жылайды, пайғамбардың өзі жылаған мысалға да, ол бөлек да. Бірақ жаңағыда бетін жыртып жылайтындар ғой, жаңағы ол деген сөз жанын алғанда Құдай неғып бұның жанын алды деген Құдайға деген шағымдану да. Осы шағымдану болған соң, ақыретте ол сенің кесіріңнен мыналар артындағылар бетін жыртып Құдайға күпірлік жасап отыр ғой деп, соның кесірінен жаңағыдай ар жақта сұралады дейді, қатты сұралады дейді. Оның өзінде былай ғой, былай енді. Сен қайтыс болдың мысалға да, сенің артынан ұрпағың қатты бетін жыртып жылады. Сонда періштелер келіп сұраса, сен туралы қатты жылап отыр ғой, бетін жыртып жылап отыр ғой. Страшный бір нәрсең бар ма еді? Жылайтындай әулиемен, сондай әулиелік бір нәрсең бар ма еді? Қатты алып қойған өзіңе, көп алып қойған бір нәрсең бар ма еді? Қатты жылады олар. Дейтін болса, соның өзі саған қияметте, қабір әлемінде азап болады. Сондықтан қайтыс болғанның артынан жақсы сөз сөйлеу керек. Жылау бөлек әңгіме, шынайы қимай егіліп жыласа ол бөлек әңгіме, ол адам баласы болған жылайды. Бірақ стандарттан тыс, бір жағындай адамдықтан тыс теріс нәрсені жасамау керек, одан кейін жақсы сөз сөйлеу керек та. Сен досың қайтыс болып отырсың, сенің досыңның сен туралы бір сөзі ар жақта дәлел болып кетеді. Ананың қабір әлеміндегі қабірге азап, қабірдің азабына түсейін деп жатқан жерден сенің сөзіңнің, досыңның бір жақсы бір сөзі оны құтқарып алуы мүмкін да, себепкер болуы мүмкін. Досыңның саған бір негатив сөзі сенің әлгі жұмаққа кетейін деп отыр, тозақ кетіп қалуына себепкер болуы мүмкін да. Өйткені соны олар періштелер құжат дәлел ретінде жазады да. Өйткені бұл дүниеде адам баласының әшейін өмір сүрсін, бірақ періштелер үшін олар Алланың құзырында үлкен нәрсе да. Сондықтан сөзге бай болу керек та. Қазақта сөз бар ғой, жақсы сөз сөйле деп пайғамбарымыз, болмаса үндеме дейді. Қазақ айтады, үндемеген үйдей бәледен құтылады дейді. Үндемей қой, жақсы сөз айта алмайсың ба? Қайтыс болған адам кісінің артынан жаман сөз айтпай ақ қой. Есесіне ол құтылады. Сен де бір күн өлесің, сенің артынан да кісілер жақсы сөз сөйлейтін болады да. Ал егер сен кісінің артынан жаман сөз сөйлеп, бұл жаман адам ғой дейтін болсаң, ертең сен қайтыс болғаннан кейін сенің артынан да біреу жаман сөз сөйлейтін болады.